машалла емес, Құдай қаласа деп айтуымыз керек дедіңіз. Ифтар емес, ауызашар деп айтуымыз керек дедіңіз. Астағфиралла емес, Құдай сақтасын деп айтуымыз керек дедіңіз. Мына еліктегенді қоюымыз керек. Жоқ, біз мұсылманбыз. Құран арабша оқылады, ол әу баста талас жоқ, намазыңды оқи бер. Бірақ күнделікті өмірде, тіпті анау қазір мынандай дұғаларға күшейіп кетті, мынандай дұға, анандай дұға, сол дұғаның бәрін қазақша айту керек. Аллахым маған мына тілегімді бер, мына тілегімді бер. Неге арабша айтуымыз керек? Қазақша айтып бер. Алла Тағала түсінеді қазақша. Ат қойып беріңіз дейді. Адам білмеген ибн әлдарды қою керек. Біздің аталарымыз Саад ибни Аби Уаққас деген сахабаны Саад ибн деп ибндарын қоспай-ақ Саад Уаққас деп қойған. Мұхаммед дегенге келмей Махамбет деп қойған. Мынау іргедегі өзбектер Ешмәт, Ташмәт, Мамәттің бәрі Мұхаммед сол. Неге олар кәпір болып кеткен жоқ? Неге олар мәтпен-ақ өмір сүріп жатыр? Ал біз болсақ, сөздерді өзгертіп, ана таза араб болғысы келмей, бола алмайсың. Пайғамбар араб бол деген жоқ, бізге қазақ бол деді. Ибрахим деген ат танылды ма қазақта? Жоқ, Абай деп танылды. Абдул Мансур деп танылды ма? Абылай деп танылды. Анау арабтың екі сөзін қоссаң, одан Құдайдың алдында дәрежең көтерілмейді. Одан көтерілмейді. Астана бейби ма? Сол. Керемет.